Балабул. Жеті лақ ертегісі. Баяғыда бір орманның шетінде ешкі мен оның 7 кішкентай лағы өмір сүріпті. Тамақтарыңыз дайын, лақтарым. Рахмет, анашым. Мәз болыңдар, балаларым. Жақсы, көбірек алыңдар. Анасы лақтарын өте қатты жақсы көріпті. Бір күні ешкі орманға азық іздеуге шығар алдында балаларын жинап алып былай дейді. Балаларым, мен орманға барамын. Сендер есікті ешкімге ашпаңдар. Орманда қасқыр жүр, ол өте айлакер. Егер ол үйге кіріп кетсе, бәріңді жеп қояды. Оны даусынан және қара табанынан тануға болады. Жақсы, анашым, біз сақ боламыз. Мен кетіп барамын, балалар. Есікті бекітіңдер. Иә, анашым, бесік бекітілді. Балаларым, есікті ашыңдар. Аналарың келді. Бәріңе дәмді тамақ әкелдім. Бірақ лақтар оның жуан даусынан қасқыр екенін бірден танып қояды. Ашпаймыз, біздің анамыздың даусы нәзік әрі әдемі. Сен қасқырсың. Сәлеметсіз бе, маған бір жұмыртқа керек. Әрине, қанша керек? Бір-ақ жұмыртқа жетеді мына ақша. Міне, алыңыз. Рахмет. Қасқыр даусы жеңішке болу үшін шикі жұмыртқа ішіп алады. Ла-ла-ла. Ла-ла-ла. Балаларым, есікті ашыңдар. Аналарың келді. Бәріңе дәмді тамақ әкелдім. Лақтар есік астындағы тесіктен қасқырдың аяқтарын көріп қояды. Ашпаймыз, сен қасқырсың. Біздің анамыздың аяқтары аппақ. Қасқыр дүкеннен боралып, аяғын аққа бояйды. Балаларым, есікті ашыңдар. Аналарың келді. Бәріңе дәмді тамақ әкелдім. Лақтар есік астынан ақ аяқтар көріп, аналары келді деп есікті ашады. Қасқырды көріп, лақтар қорқып кетеді. Қасқыр қорқып кеткен лақтарды үлкен қапқа салады. Қайда қаштың? Қашып кеткен лақ орманға анасын іздеп кетеді. Анашым, қасқыр бауырларымды қапқа салып алып кетті. Уайымдама, балам. Бауырларынды табамын. Алло, полиция! Менің лақтарымды қасқыр алып кеткен. Көмектесіңдер! Ұсталдың ба, қасқыр? Лақтарды босатайық. Иә, босатайық. Сонымен ешкі 7 лағымен өз үйлерінде бақытты өмір сүрді. Достар, каналға тіркеліп лайк басу ұмытпайық.